Төртінші тапсырма. Сандарды салыстыр. 75 үлкен бе, 74 үлкен бе? Әрине 75 үлкен. Артық белгісін қоямыз. 8 ондық, 3 бірлік, немесе 6 ондық, 9 бірлік қайсысы үлкен? 8 ондық, 3 бірлік дегеніміз ол 83. 6 ондық, 9 бірлік дегеніміз 69. Сонда 83, 69-дан үлкен, яғни артық белгісін қоямыз. 700 үлкен, 400-ден артық. 70 немесе 40, 70 үлкен, артық белгісін қоямыз. 8 ондық, 6 ондық. Яғни 8 ондық дегеніміз ол 80, 6 ондық дегеніміз 60-80, 60-тан үлкен. 500-дік, 600-дік. 500-дік дегеніміз ол 500, 600-дік дегеніміз 600. Яғни 600 үлкен, сонда кем белгісін қоямыз. 500 кем 600-ден.